Армысыздар, журналист Жазира Пайдалымын. Менің өмірлік миссиям қазақты білімді, бақытты, бай қылуға, пайдалы контент арқылы ықпал тигізу. Сондықтан да Instagram, YouTube және Telegram арналарымда пайдалы контентті тегін ұсынамын. Көріңіздер, бағалаңыздар, лайк басыңыздар және достарыңызға таратыңыздар. Бүгінгі бірінші тақырып эссе жазудың ережелері. Ендеше кеттік. Эссе дегеніміз не? Эссе дегеніміз еркін композициялы шығарма. Эссе арқылы автор өзінің көзқарасын, іс-әрекетін жазбаша негіздей алады. Эссе жазудағы мақсат қандай? Эссе арқылы біз шығармашылық ойлау қабілетімізді дамыта аламыз. Егер компания, жоғары оқу орны сізден эссе талап етсе, демек олар сізді сүзгіден өткізіп жатыр. Эссе арқылы жұмыс беруші, грант ұсынушы жоғары оқу орын сіздің қаншалықты шығармашылық тұрғыдан, сыни тұрғыдан ойлай алатыныңызды бағамдағысы келеді. Эссенің қандай түрлері бар? Эссе көркем публицистикалық, тарихи, хабарламалық бола алады. Сипаттама формасы бойынша эссені екі түрлі форматта жаза аламыз. Біріншісіне сәйкес біз жеке тұлға ретінде өзіміздің ерекшелігімізге тоқталамыз да, субъективті ой пікірімізді білдіреміз. Екіншісіне сәйкес біз керісінше өзіміз жайлы айтпай, бір тақырып туралы, бір идея туралы барынша мол ақпарат береміз, және сол идея тақырып бойынша өзіміздің объективті ой пікірімізді эссе формасында ұсынамыз. Эссе қанша беттен тұруы керек? Негізі оның нақты көлемі бекітілмеген. Ресейде 2 беттен 10 бетке дейін жазуға рұқсат етілген. Гарвардта 2 беттік эссе жазсаңыз жеткілікті. Қазақстанда 2-3 беттік эссе қалыпты жағдай. Бірақ көлем бойынша нақты констатация алуға кеңес берем. Өйткені мұның барлығы индивидуалды. Эссенің тақырыбы. Эссе бір тақырыпқа арналады. Сіз бірнеше тақырыпты эссеңізде қамти алмайсыз. Сіздің бар мақсатыңыз бір тақырыпты бірнеше тезис аргументтер арқылы ашу. Эссе қалай жазылады? Негізі эссе ресми формада жазылмағаны абзал. Бұл жерде эмоция, әсер, оқиға болады. Сондықтан да көркем тілде жазсаңыз құпталады. Эссе жазу барысында еркін композицияны ұстаныңыз. Өзіңіздің шығармашылығыңызға, қиялыңызға еркіндік беріңіз. Эссенің құрылымы. Эссе кіріспеден, тезистен және қорытынды бөлімнен тұрады. Кіріспеде, қорытындыда тақырыпты барынша ашасыз. Ал тезисте өзіңіздің көзқарасыңызды білдіріңіз. Бір тезис келтірсеңіз, оған плюс 2 дәлел ұсынуды ұмытпаңыз. Дәлел дегеніміз не? Ол статистика, факт, оқиға, цитата немесе белгілі бір эксперттің осы мәселе, осы тақырып бойынша ой пікірі. Эссе жазған кезде нені ескеруіміз қажет? Кейбіреулер эссені жазған кезде мәтінді біріктіреді. Қызыл жолдан бастайды, бірақ мәтіндердің арасында ешқандай абзац болмайды. Бұл қате. 300 сөзден тұратын эссеңізді кемінде 3 немесе 4 тақырыпшаға бөліп тастаңыз. Тақырыпшалар арасында логикалық байланыс болсын. Жалпы эссеге не үшін абзацтар, тақырыпшалар керек? Бұл біріншіден ойыңызды бөлшектеп жеткізуге, және сіздің эссеңізді оқып отырған комиссияға эссеңізден ләззат алып, белгілі бір ойға келуге көмектеседі. Сіздермен бірге болған журналист Жазира Байдалы. Instagramда, YouTube'да, Telegram арнамда көріскенше.